Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Төлен Әбдіков қонақтар. Сабақтың мақсаты шығарма эпизодтарын талдап кейіпкер бейнесімен салыстыру деген мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші біз эпизод не екенін түсініп алайық. Эпизод қоспа, үстеме деген мағынаны білдіреді екен. Көркем шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар, өзара байланысқан оқиғаның бір бөлшегі, көрінісі эпизод деп аталады екен. Ал енді біз өткен сабақтарда осы қонақтардың толық шығарманың мазмұнымен таныстық. Мазмұнын толық білеміз бе? Білеміз. Енді осы шығарманың ішінен эпизод табыңдаршы балалар. Ол жерде нені біз ескеру керекпіз? Қарашы, өз алдына мәні бар. Қай жерде негізгі мәселе көтеріледі, қай жерде идеясы көтеріледі шығарманың. Сол жерде кітапта табайық. Қане. Сол ереке деді Абыл күрсініп. Менің әлі кішкентайым, Құдайым немене дейді, бірдеңе боламын дейді. Мені бақпайсың ба десем, хе-хе-хе, бақпаймын дейді. Неге маңызды деп ойлайсың? Баласы атасына мен бақпаймын деген кезде атасы көңілді болып отыра берді. Мен бұған келіспеймін, себебі қартайған кезде ата-ананы біз қарауымыз керек. Өте жақсы отыра ғой, өте дұрыс айтасың. Міне көрдіңіз бе балалар? Жаңағы көтерілген мәселенің берілген тұсын, идеясын осы сөйлемдер арқылы берілетінін анықтап отыр. Балалар, қазір 3 қадам әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Эпизодтың не екенін түсіндік пе? Түсіндік. Қазір мен сендерге дайын эпизод беремін. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Оны 3 қадам әдісімен жасайсыңдар. Қазір мен бұны қалай орындайтындарыңды түсіндіріп кетемін. Жарай ма? Осы параққа қарап, қай жерде қалай жұмыс жасайтынымызды бақылап отыр. Қадам әдісі бойынша балалар бірінші қараңдаршы. Бірінші қадамда мен қазір сендерге эпизодтар беремін ғой. Сол эпизодтарды оқып, ол жерде көтерілген мәселені жазамыз. Екінші қадамда қазіргі таңда бұл мәселелер өзекті бола ала ма? Неліктен? Келесі, әке мен бала әңгімесінің жараспау себебі неде деп ойлайсыңдар? Неге ол екеуі шүйіркелесіп, әке мен баладай әңгімелесе алмады? Міне сол себебін жазасыңдар. Балалар, алдымен жұмыс жасамас бұрын топқа бөлініп алайық, топпен жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Қазір мына жерде мақал мәтелдер жазылған қағаз шалатып, осы жерге келіп, бір-бір қағаздан аламыз да, қандай мақал мәтел жазылған, сол бойынша топқа бөлініп отыра қалайық. Келе ғой. Келе берді балалар. Келдер. Бір-бір қағаз алайық. Балалар, қазір мен сендерге шығармадан эпизодтар береді, міне. Ой, көкай, мен бір баласырақ барады деп ойлайсыз ба? Орыс мектебінің жоқ екенін айтып отырмын ғой. Әйтпесе, бұл Сапажанның жаңағы әкесіне берген жауабы, балалар. Осы жерден мына 3 қадам бойынша жұмыс жасап, толтыра. Демеңдер, әке жолын қуса, мына менің жолымды қусын. Ие болсын мына қара шаңыраққа деген жаңағы әкесінің сөзі. Міне осы жерде қандай мәселе көтерілген деп ойлайсыңдар? Бәрі сондай ереке, деді Абыл күрсініп. Менің әлгі кішкентайым, Құдай-ау, немене дейді? Бірдеңе боламын дейді. Мені бақпайсың ба десем, бақпаймын дейді. Көрдіңіз ме? Осы эпизодта қандай мәселе көтерілген деп ойлайсыңдар? Міне соны мына 3 қадам әдісіне салыңдар.
мәселе? Қара шаңырақта қалу керек. Және қара шаңырақта қалу керек. Көтерілген мәселені анықтағансыздар ма балалар? Иә. Жақсы. Қандай мәселе көтерілді бұл жерде? Бұл жерде баласы әкесін тастап қартайған шағында өзін бақытпай кетті. Сондай мәселе. Балалар, бұл жерде қандай мәселе көтерілген екен? Бұл жақта біз қара шаңырақта қалып, ата-анамыздың қасында болуымыз керек. Жақсы. Жазыңдар, иә? Ал қазіргі таңда бұл мәселе өзекті ме? Өмірмен байланысты келгендер, иә балалар? Өмірмен байланысты. Жақсы. Ал енді бұл жерде көтерілген мәселе қандай екен балалар? Тіл мәселесі. Тіл мәселесі, иә? Ал қазіргі таңда бұл мәселе өзекті деп ойлайсыздар ма? Иә, өзекті деп ойлаймыз. Себебі әр адам өз ана тілін білу керек деп ойлаймыз. Жақсы. Ал енді соны өмірмен байланыстырыңдаршы балалар. Тіл туралы не айтуға болады қазіргі кезде? Біз тәуелсіздік алғаннан бері өзіміздің тіл деңгейіміз жоғары көтерілді. Қазір көптеген елдер Қазақстанға келіп қазақша сөйлейді. Оны қоғамдық орындардан көрсек болады. Мысалы, қандай қоғамдық орындарда байқап жүрсіңдер өздері? Дәріхана, Иә. магазиндерде. Өзге ұлт өкілдері қазақ тілінде сөйлеп тұр ма? Иә. Бұл қуанарлық жай, иә. Сол бойынша мына жерде қазіргі таңдағы тіл мәселесін мына жерде көтерді, иә. Содан кейін келесі үшінші қадамға көшіңдер. Жақсы. Болып қойдыңдар ма? Иә. Соны аяқтаңдар, иә. Әкесі мен баласы әңгіменің жараспау себебі не? Әке мен бала әңгімесінің жараспау себебі әкесі ренжулі себебі Сапабектің баласы орыс тілінде сөйлеседі, ал келіні болса ашық киінеді. Ал атасы шақырған кезде баласы немересі келмей қойды. Тілін алмады. Жақсы. Сол үшін әкесі мен баласының жаңағы шүйіркелесі сөйлесе алмауы, иә. Сол себепті болды. Соны жақсы. Жұмысымыз барлық топ аяқтап болып қойдым, иә. Қазір осы жасаған жұмыстарыңды мына топтан ақылдасып алыңдар, кім барып қорғайды? Сол бала мына топқа барып жұмыстарды қорғайсыңдар. Сендерден кім қорғайды? Жақсы. Жәнерке, сен өз жұмыстарыңды мына топқа барып түсіндіріп қорғайсың. Сендерден кім қорғайды? Жәнерке, сен мына топқа келіп қорғайсың. Сөз сөйлемеңдер. Әке жолын қосам, мына менің жолымды қосын. Не болсын мына қара шаңыраққа? 3 қадам әдісі. Бірінші қадам. Шығарма эпизодтарында көтерілген мәселелерді анықтаңыз. Біз тобымызбен бұл эпизодта көтерілген мәселені анықтадық. Қара шаңыраққа ие болып қалуымыз керек, және де ата-анамыздың қасында болуымыз керек деп шештік. Өте жақсы, Жәнерке, жарайсың. Екінші қадам. Қазіргі таңда бұл мәселе өзекті бола алған. Неліктен бұл мәселе өзекті деп ойлаймыз. Себебі қазіргі таңда балалар ауылда тұрады. Ал ауылда жұмыс жоқтығынан қалаға оқуға немесе жұмысқа кетеді. Сондықтан ата-аналары өздері жалғыз болады. Ал біздің ауылда бар сондай қысқалды? Себебі балалар ауылда жұмыс жоқтығынан қалаға жұмысқа кетеді. Ата-аналары жалғыз ауылда қалды, иә. Енді бұл проблеманы қалай шешуге болады бұл мәселені? Қалай ойлайсыз? Не істеу керек деп ойлайсыз? Ауылда аймақтарға жұмыстар Жақсы отырады. Келесі неге қадамын түсінеді? үшінші қадам әке Баланың әңгімесінің жараспау себебі немересі мен келіні қазақша білмейді. Атасы шақырса немересі келмейді. Келіннің киген киімі атасына ұнамайды. Сол үшін атасы ренжіп қалды. Неге олай болды? Себебі баласы ол атасы шақырғанда келмей, оны бақпаймын деп айтты. Сол үшін ол ата көңілді, бірақ өйтуге болмайды. Себебі өскен кезде оны ата-ананы бағу міндетті.
Ал енді қалай ойлайсың, сонда жаңағы бұл жердегі көңілді болып, ой көкай мен бір жаңағы эпизодта айтылған ғой, сол жерде көңілді ата сол кім бар? Шығармадағы Сапабектің әкесі деп ойлайсың ба? Ал енді балалар, осы отбасын тағы қалай атаймыз? Шаңырақ. Неге бұлай ойлайсыздар? Қандай тектен, бір батадан естігендер бар ма? Біреу мысалы тілек айтқан кезде шаңырағым шайқалмасын деп айтады. Жақсы отырған өте дұрыс. Қазір балалар ондай болса, мына шаңыраққа мен сендерге оқтарды таратып бердім ғой. Иә? Сол оқтарды қазір мына шаңыраққа алып келіп орналастырасыңдар. Ол кезде әркім өзінің ата-анасына, бауырларына ізгі тілектерін айтып орналастыратын болады. Жақсы ма? Барлығымыз бері маған жақындарыңыз. Келе отыр. Ал енді қазір Сұлтан басқасын. Сұлтан, сен ата-анаңа, бауырларына қандай тілек айтасың? Менің анам ылғи да дәмді тағамды жасайды, сондықтан мен анама алғыс айтамын. Жақсы, шаңырақты көтеріп жауап. Қазір осы шаңыраққа барлығымыз өзіміздің болуымызды орналастырамыз. Ал Айгүл. Мен ата-анамның қолғанаты боламын, қамқоршысы боламын. Жақсы. Мен ата-анама қалағанды алып беріп жатыр, сондықтан алғысымды айтамын. Мен ата-анама қамқор боламын. Ата-анам менің өмірдегі болсын. Иә, Нұржан. Әкеме мен мал шаруашылығына көмектесемін. Мен тәрбиелі болуымның себебі ата-анамның арқасында. Мені ата-анам әрдайым қолдайды, сондықтан да мен оларға Жақсы, міне көрдіңіз ба балалар? Шаңырақты мықтап, нық ұстап тұратын ол не екен? Отбасы. Отбасы мүшелері, ал сендердің қолдарыңдағы не ол? Уықтар екен. Ал енді осы әрбір уық нені білдіреді? Отбасы мүшелерін білдіреді. Өте жақсы балалар. Өте дұрыс айтасыңдар. Сонда отбасының мықты болуы, тату болуы, жаңағы мерекелі, сондай көңілді болуы, ол кімдерге байланысты екен? Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Ал енді балалар қараңдаршы, әр топтың алдында бір-бір мақал мәтелден тұр. Иә? Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер? Мысалы, сендер топтарына бастайық, шақырып. Сәні сыйластық, достың сәні қимастық. Әр отбасы бір-бірін құрметтеп, сыйлау керек. Сол кезде ғана отбасыға береке келеді. Ал енді балалар, сендердің топтарында кім айтады мына мақалды? Атаның көңілі балада, баланың көңілі далада. Ата-ана өз баласының қамын ойлайды. Ал біз ата-анамызға құрметтеп, көмек көрсетуіміз қажет. Жақсы. Ата көрген оғжыңар шеше көрген томшы деген мақалдың мағынасын қалай түсінеміз? Кім айтады сендерге? Әкеге қарап ұл бала жайды. Әке не істесе, ұл бала соны істейді. Шешеге қарап қыз бала жайды. Қыз бала шешесіне қарап пысық болады. Біз сабақтың мақсатына жеттік пе? Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарма эпизодтарын талдап, кейіпкерлер бейнесін салыстыру болған, иә? Шығарманың эпизодтарын талдадық па? Талдадық. Ал енді кейіпкерлер бейнесін салыстырдық па? Салыстырдық. Қандай кейіпкерлердің бейнесін салыстырдық? Ерғалы деген кім ол? Әкесі. Ал Сапабек? Баласы. Осы екі кейіпкердің бейнесін салыстырдық. Өте жақсы, бүгін біз өз мақсатымызға, сабақтың мақсатына жеттік.